Гүлвира ханым, саламатсыз ба? Қалыңыз, жағдайыңыз қалай? Сәлеметсіз бе, Назгүл ханым? Жақсы, өзіңіз қалай? Менде де бәрі жақсы, рахмет. Гүлвира ханым, көрерменге түсінікті болу үшін өзіңіз туралы кішкене айтып кетсеңіз. Мен Адилханова Гүлвира Фахридиновна, ағылшын тілі пәні мұғаліммін, тұрмыстамын, 2 баланың анасымын, 44-ші мектепте жұмыс істеймін. Олай болса, сұхбатымызды жалғастырамыз. Бос уақытыңызда не істейсіз? Қалай өткізесіз бос уақытыңызды, сол туралы кішкене айтып кетсеңіз. Бос уақытта мен кітап оқимын, кино көремін, әсіресе мелодрамалар жақсы көремін. Тамаша. Бос уақытыңызда кино көресіз, кітап оқисыз, соңғы көрген фильміңіз туралы айтып кетсеңіз. Соңғы оқыған кітабым туралы айтайын. Мен соңғы оқыған кітабым орыс тілінде болған, «Любовь и наказание» деп. Сол кітап отбасылықтың құндылықтары туралы және адамгершілік туралы үйрететін кітап. Тамаша. Арманыңыз бар ма, Гүлвира ханым? Арманым ол дүниежүзілік саяхатқа аттану. Ана ретінде, ұстаз ретінде қандай арманыңыз бар? Ана ретінде болғанда балаларым аман болсын, адамгершілік болсын. Ұстаз ретіндегі арманыңыз, иә? Оқушыларымыз білімді болсын, иә. Сізбен өте қызықты әңгіме айтып отырмыз, Гүлвира ханым. Сұхбатыңызға көп рахмет. Менің соңғы сұрағым бар. Қазақ тілін жақсы меңгерген екенсіз. Осы тілді қайдан үйрендіңіз? Қалай меңгердіңіз? Қазақ тілін мектептен жақсы көремін. Туып өскен көршілерден үйрендік. Сосын мектепте ұстаз болып жұмыс істегеннен кейін қазақ тілі дамыту орталығының курстары болған. Сол C1 деңгейіне сол курстармен жеттім. Тамаша. Сұхбатыңызға көп рахмет. Армандарыңыз орындалсын. Ана ретінде де, ұстаз ретінде де, адам ретінде де барлық армандарыңыз орындалсын, Гүлвира ханым. Тіліміз мәңгі жасай берсін. Қазақ тілінің тұғыры биік болсын.